Сәлем достар, сіздермен Әсия. Ораза айт құтты болсын. Тілеген ниет тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздермен қойдың етінен өзбек ұлтының тағамы шорпа дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: қойдың еті мен қабырғасынан және бір бөлік етінен алдым. Одан соң картоп, сәбіз, пияз қажет. Қызыл түсті болгар бұрышы, помидор, чеснок, укроп. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш қажет. Ендеше кеттік, менімен бірге жасаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Алдымен қазанымызға етімізді саламыз. Мен алдын ала қабырғаларды осындай бөліктерге бөліп алдым. Және үстіне су құямыз. Қазанымызды отқа қойып, қайнатамыз. Етіміз қайнағанша көкөністерді турап алайық. Алдымен сәбізді турап аламыз. Сәбізді осындай бөліктерге бөліп тураймыз. Енді картопты тураймыз. Картопты да дәл осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Енді пияз тураймыз. Бізге үлкен бір дана пиязды қажет. Пиязды да үлкенірек етіп, осындай бөліктерге бөліп тураймыз. Қызыл түсті болгар бұрышын тураймыз. Үлкендеу етіп, осылай 4 бүршіктей етіп тураймыз. Және де бізге бір дана қызанақ қажет. Үш немесе 4 дана чеснокты 2-3 бөлікке бөліп тураймыз. Көкөністермен бірге бізге укроп қажет. Укропты соңынан қолданамыз. Сорпамыз қайнады. Бір қайнағаннан соң осындай көбіктерін аламыз. Толықтай көбіктерін алып болғаннан соң дәміне қарай тұз салып, төменгі отта 1 сағат қайнатамыз. Етіміз бізде жұмсарып пісуі қажет. Етіміз жұмсарып 1 сағат қайнағаннан соң туралған пияз, сәбізді саламыз. Одан соң үстіне қызыл түсті болгар бұрышын, қызанақ, чеснокты салып, тағы да 20 минут қайнатамыз. Сәбіз пісуге жақындағанда 20 минут өткеннен соң картошкаларды салып, барлығын толықтай пісіреміз. Қойдың етінен жасалынған бұл сорпа денсаулыққа өте пайдалы. Суық тиген кезде бұл сорпаны ыстықта ішсеңіз, денеңіз жылып, денеңіздегі суықтарды алады. Соңынан көк пияз немесе укроппен ұсынсаңыздар болады. Өзбек ұлтының тағамы шорпамыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Денсаулыққа пайдалы және де жасалу жолы өте оңай. Басқа да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.